Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге асқабақтан жасалынатын крем суп дайындайтын боламыз. Қажетті көкөністер асқабақ, картошка, сәбіз, пияз және сарымсақ. Көкөністерімізді турап дайындап алайық. Сорпамыз дайын болғанша, сорпаның бетіне салатын сухариді дайындап алайық. Менің каналымда сухаридың жеке рецептісі бар. Қазір тез дайын болатын. Түрін көрсетейін. Ақ бөлген нанның 4 пішлеп турап ыдысқа саламыз. Және дәмдеуіштер, паприка, прованские травы, аздаған кориандр және қара бұрыш. Жақсылап араластырамыз. Майдалап туралған сарымсақ және бір ас қасық зәйтүн майы. 180 градусқа қызып тұрған духовкаға 10 минутқа пісіріп аламыз. Крем суптың бетіне салатын қытырлақ нанымыз дайын. Енді сорпамызды дайындап алайық. Крем супымызды жақсылап блендермен езіп алдық. Қазанның астын жағып, тағы бір 2-3 минутқа кішкене бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Мен осы бір жасалынған суптан 2 түрлі асқабақ сорпасының үлгісін ұсынуды көрсетейін. Бірінші дайын болған сорпаның өзін құйып ұсынамыз дастарханға. Мұны қазір алып қояйық. Екінші крем суп дайындау. Яғни дайын болған сорпамызға кілегей қосамыз. 20% мен кілегейді қосып жатырмын. Одан да майлы қосамыз десеңіздер, өз талғамдарыңызға қарай көресіздер. Нағыз крем суп мінекей кілегей қосылған. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңызға көп рахмет. Рецепттерімді пайдаланып, үйден жасап көріңіздер. Денсаулыққа өте пайдалы, сондай жұмсақ сорпаның түрі. Алда әлі де талай рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, жақсы пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын, достар.